Сәлеметсіздер ме? Ұшқыр ойлы, жүйрік қиялды оқушылар. Онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгін сабақта Қазақстанның көрікті жерлеріне саяхатымызды жалғастыра отырып, қазақ тілінің лексикография саласындағы білімізді шыңдайтын боламыз. Бүгін сабағымыздың мақсатына тоқталайық. Сіздің білетініңіз стиль және оның түрлері, күрделі сөздер және оның түрлері. Бүгін сабақта сіздердің меңгеретіндеріңіз стиль түрлерін анықтау, ауызекі сөйлеу стилі мен көркем сөйлеу стилін ажырату және де дефис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасына сай жазуды үйренесіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы барса келмес қорығы туралы аңыз. Балалар, сіздер барса келмес деген сөзді естідіңіздер ме? Барса келмес атауын қай ертегіден кездестіруге болады? Әрине, сіздер Аяз би ертегісінде барса келмес атауын алғаш рет естіген боларсыздар. Сол ертегіде Мадан хан жаманнан құтылу мақсатында 40 уәзірдің азғыруымен барса келмеске жұмсалды. Бірақ ақылды әйелінің арқасында барса келмеске бармай, өлімнен аман қалатын болатын. Барса келмес туралы қандай аңыздарды білесіздер? Ендеше сол аңыздардың біріне құлақ түрейік. Барса келмес қорығы туралы айтылған аңыздағы негізгі мәліметтерге тоқтала кетейік. Барса келмес Арал теңізінің солтүстік бөлігінде орналасқан. Сондай-ақ Барса келмес аралының климаты өте құрғақ. Барса келмес аралын ең алғаш орыс ғалымдары зерттеген екен. Ал оның атауын балықшылар қойды деп айтады. Оған себеп балық аулауға шыққан балықшылар кейін қайта оралмаған екен. Енді осы барса келмеске қатысты атауына қатысты пікірлер өте көп. Оның бірі тылсым жайттары десе, ал енді бірі бұл жердің климаты, табиғаты өте қатал болғандықтан да жаңағы барса келмес атауы туындаған екен. Балалар, сіздер осы мәтіннің стилін анықтап көрейік. Ал стильді анықтау үшін біз стиль жөніндегі білімімізді еске түсірейік. Сонымен стиль дегеніміз сөйлеушінің, жазушының белгілі бір сөзді сұрыптауы. Стильдің сіздерге белгілі 5 түрі бар. Ауызекі сөйлеу стилі, ғылыми стиль, ресми іс-қағаздар стилі, публицистикалық стиль және көркем әдебиет стилі. Балалар, осыны стильдердің ішіндегі ауызекі сөйлеу стилі деген не? Соны ойланып көрейікші. Суретте байқағандарыңыздай, ауызекі сөйлеу стилі біздің күнделікті өз ойымызды жеткізу барысында, пікірімізді білдіру барысында қолданатын стиль түрі екен. Сонымен ауызекі сөйлеу стиліне тоқталатын болсақ, оның басты мақсаты кеңесу, көзбе-көз тілдесу және де ой бөлісу. Ал осы стильдің қолдану аясына тоқталайық. Еркін әңгімеде, сұхбатта, дауласуда және сөйлесу барысында қолданылады. Стильдің сипатына келетін болсақ, ауызекі сөйлеу стилінде сөздер мен сөз тіркестер еркін қолданады және де ым-шара қолданылады. Тілдің амал тәсілдер мен сөйлеу ерекшелігі, бұнда лексикалық ерекшеліктер қарапайым, бейтарап, диалект, кәсіби, эвфемизм мен дисфемизм сөздері қолданылады. Енді қазір сіздер ауызекі сөйлеу стилі мен көркем сөйлеу стилін ажыратып көріңіздер. Сіздерге тапсырма. Берілген мәтіндердің стилін анықтайық. Мен сіздерге мәтінді оқимын, сіздер бұл жерге дұрыс-бұрыстығын анықтайсыздар. Бірінші, ұшқан құс жүгірген аңнан,
өзге тіршілік белгісі білінбейді. Екінші сөйлем. Жаз жәрмеңкесі тарқап, таулы өлкеге қоңыр күз қонақтаған. Үшінші сөйлемге назар аударыңыздар. Арал өңірі тұрғындары арасында барса келмес төңірегінде аңыздар көп. Және соңғы сөйлем. Тек қия жартастарды жарып шыққан қайсар қарағайлар ғана өңін бермей тәкаппар басын тік ұстап, көкке шаншыла қарап тұр. Ойлануға уақыт беремін. Ауызекі сөйлеу стилі мен көркем сөйлеу стилін ажыратыңыздар. Балалар, енді дұрыс жауабын тексерейік. Сонымен, бірінші сөйлеміміз ауызекі сөйлеу стилі екен, екіншісі көркем, үшіншісі ауызекі және төртіншісі көркем сөйлеу стилі. Бұндағы басты ескеретін ерекшелік, бізде көркем сөйлеу стилінде бейнелеуіш сөздер көп қолданылады екен. Балалар, барса келмес қорығы туралы тағы да білгілеріңіз келе ме? Онда оқулықтарыңызды ашып, барса келмес аралы туралы аңызды оқып шығыңыздар. Сонымен оқулықтағы барса келмес қорығы туралы аңызды толықтай оқып шыққан боларсыздар. Енді сіздерге тапсырма. Бұнда сіздерге суреттер ұсынылған. Осы суреттерді сіздер оқыған аңыздарыңыздың мазмұнына сәйкес реттеп қою қажет. Сонымен, ертеде Ләтбай деген адам өзінің жұртымен көз көрмеген, құлақ естімеген аралға көшіп кеткісі келеді. Сол аралды табу барысында олар қыста жолға шығу керек болды. Себебі бұл аралға өту үшін жаңағы мұздан, судан өту керек болды. Сол сәтте олар осы уақытты күтіп отырған кезде оларға бір үлкен қария кездеседі. Бұл қария осы жұртқа мынадай өсиет айтқан екен. Бұл аралда ешқандай адам жоқ. Тек қана табиғат өзінің байлығымен толықсып жатыр дейді. Сол кезде, егерде осы табиғатына зиян келтірмейтін болсаңыздар, бұл елде мекенде бақытты ғұмыр кешуге болады дейді. Айтқандай, жаңағы бұл аралда бақытты ғұмыр кешіп өмір сүреді екен. Кейін осы адамның әрекеттерін байқаған жаңағы табиғат ана бір түннің ішінде аралға улы жыландарды қаптатып, тіршілік атаулының барлығын жойып жібереді. Балалар, енді сіздерге тапсырма. Сурет бойынша дефис арқылы жазылатын сөздерді қатыстыра отырып, ауызекі стилінде сөйлемдер құрастырыңыз. Сіздерге берілген сөздер: болыпты мыс, дефис арқылы жазылады. Тату тәтті, қыр сыры, қырып жойды, аң құс, аман сау. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіздерге мынадай үй жұмысын ұсынбақшымын. Бірінші тапсырма: барса келмес аралы туралы ертегі құрастырыңыз. Екінші, мәтінде дефис арқылы жазылатын сөздерді қолданыңыз. Ал дефис арқылы жазылатын сөздердің емлесін сіздер оқулықтағы 19 беттен оқып аласыздар. Осымен саябағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.